Саламатсыздар ма, қымбатты достарым? Сіздермен бүгін қақырықты жөтелді бір күнде кетіретін эффектісі керемет рецептпен бөлісетін боламын. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен пиязды ашып, оны тураймыз. Бізге бір пияз жетеді. Туралған пиязымызды темір тостақанымызға сап аламыз. Үстіне бір кружка сүт құямыз. Менің кружкам өте үлкен болғандықтан қатты толтырған жоқпын. Сөйтіп, оны газға қоямыз. Газға қойып, сүтіміз қайнағаннан кейін 1 минуттай асын жай басып қайнатамыз. Содан кейін оны сүзіп алып, кішкене суытып, қатты суытып қажет емес, кішкене суытып, ыстықтай ішкен жөн негізі. Соған бір қасық балымызды салып, дәмі ешқандай өзгермейді, қорықпаңыздар. Бал жоқ болса, балсыз да іше берсеңіз болады. Күніне 2 мезгіл осылай істеп ішсеңіз, 2 күнде жөтеліңіз сап тыйылатын болады. Алуа омардың пайдалы арнасына тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.